Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақылды аң. Қасқыр туралы оқып білесің, сөздік қорыңды толықтырасың. Сегодня урок об умном животном. Вы узнаете о волке, а также пополните свой словарный запас. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңдар. Із қалдыру, оставить след, үйір, стая, жалғыз, один, одинокий. Қасқырдың сырттаны – это вождь стаи. Жорыққа шығу – отправиться в поход, либо же выходить на охоту. Қоректену – питаться. Келесі сөйлемдерді оқыңдар, бос орынға жаңа сөздердің бірін қойыңдар. Прочитайте предложение, вместо точек ставьте пропущенное одно из новых слов. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Қасқырлар жалғыз жүрмейді, олар үйір болып жүреді. Волки не ходят в одиночку, они ходят стаями. Қасқырдың сырттаны үйірді басқарады. Главой является вождь стаи. Экрандағы суретке назар аударыңдар. Посмотрите на картинку. Келесі сұрақтарға жауап беріңдер. А теперь ответьте на следующие вопросы. Қасқырлар неліктен бір ізбен келе жатыр деп ойлайсың? Как ты думаешь, почему волки идут по одному следу? Ең алдында қандай қасқырлар жүреді? Какие волки идут первыми? Бір қасқыр соңында неге жалғыз келе жатыр? Почему в конце идет одинокий волк? Оның алдындағы үш қасқыр неге бөлек келе жатыр? А почему три волка перед ним идут отдельно от других? Өздерінің болжамдарыңды тыңдаңдар. А теперь послушаем ваше предположение. Менің ойымша, қасқырлар тек үйірбей жүреді. По моему мнению, волки ходят только стаями. Ең алдында қасқырдың сырттаны жүреді деп ойлаймын. Вначале, я думаю, идет вождь стаи. Соңында келе жатқан жалғыз ең мықты қасқыр деп ойлаймын. В конце в одиночку идет самый сильный волк. Өйткені олар ең күшті мықты қасқырлар деп ойлаймын. И вот последние, которые идут перед одиноким, думаю, самые сильные и смелые волки. Осы сұрақтардың жауабын біз қазіргі мәтіннен табамыз. Мәтінді тыңдап, өз болжамыңды тексересіңдер. Теперь мы сейчас прочитаем текст и проверим свое предположение. Правильно ли мы ответили? Қасқырлар өте ақылды. Олар топтасып тіршілік етеді. Бірін-бірі қорғайды. Жорыққа шыққан кезде ең алда кәрі, ауру қасқырлар жүреді. Қалған қасқырлар алға шықпайды. Осылайша кәрі қасқырлар топтан қалып қоймайды. Олардан кейін ең мықты қасқырлар жүреді. Қалған қасқырлар ортада болады. Ал қатардың соңында тағы бір топ күшті қасқырлар жүреді. Ең соңында қасқырлардың сырттаны жалғыз болады. Ол топты бақылап жүреді. Қасқырлар да табиғатқа пайдалы. Олар көбінесе әлсіз, ауру аңдарды ұстайды. Келесі тапсырмада сөйлемдерді толықтыр. Дополните следующее предложение. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Жақсы, балалар. Ендігі сұрағымыз. Қасқыр қандай аң? А теперь ответьте на такой вопрос.
Волк. Какое оно животное? Өздеріңді тексеріңдер. Иә, қасқыр қауіпті, опасное. Мықты, сильное. Жабайы, дикое. Пайдалы, полезное животное. Келесі қызықты тапсырмаға көшеміз. Алдарыңызда сөз жұмбақ. Оны шешу қажет. А теперь интересное задание. Перед вами кроссворд, который надо решить. Тамаша, дұрыс шешті деген ойдамын. Сөз жұмбақты шешімін тексеріңдер. Я думаю, правильно ответили. Проверьте решение кроссворда. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сабақта қасқыр туралы оқып білдіңдер. Сөздік қорларыңды толықтырдыңдар. Үйге тапсырма. Қасқыр қандай аң тақырыбына мәтін құраңдар. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.